Баршаңызға сәлем. Мен бүгін лаваштан орама жасағалы жатырмын. Оның құрамында осы заттар: 2 жұмыртқа, тауық еті, мұнда 50 грамм болып тұр. Және сыр қосылады. Және де менде 2 түрлі сыр бар. Мынау копченый сыр, жай сыр қосамын, огурцы қосылады, руккола жапырағын қосамын, және де орама капуста қосамын. Сырлардың ішіндегі плавленый сырды да қоссаңыздар болады, өз қалауларыңыз. Мен осыны қосқанды жақсы көремін. Огурцыларды осылай соломка қылып турап аламыз. Келесіде жұмыртқамызды осылай соломкалап, сопақшалап турап аламыз. Осылай овощтарды құрамын осылай турап алдық соломкамен. Капусталарды осылай ашып дайындап аламыз. Ең әуелі жапырақтарымызды осылай жабыстырып шығамыз. Осылай қолыңызбен әдемілеп бір басып шықсаңыз, бұл жабысады. Екінші кезекте бізде жұмыртқаны салып шығамыз. Жұмыртқамызды осылай орналастырамыз. Огурцымызды салып аламыз. Тауық етін саламыз. Бұны мариноватта алған себебім, бұның дәмі басқаша дәм береді. Сол себепті сіздер мариноват етіп қойсаңыздар болады. Болмасам, жай ғана суға қайнатып, турап қоссаңыздар болады. Рукколаны бетіне жай ғана осылай сеуіп шығамыз. Сырды сеуеміз. Зәйтүн майын осылай ақырын шамамен былай себелеп шықсаңыздар болады. Әрине, тұзды дәміне қарай саласыздар. Дайын болған лавашымызды жақсылап, ақырын нәзік түрде орап шығамыз. Осылай. Оралған лавашымызды осылай 2-ге бөлеміз. Қызып тұрған табаға ішіндегі сырын ертіп, басып, қыздырып пісіріп аламыз. Қызып тұрған табаға лавашымызды салып, басамыз. Осылай аударып, басып, 1 минутқа жетпей ұстаймыз. Екіншісінде солай басып аламыз. Қыздырылған лавашымыз начинкалары бір-біріне сіңіп, осындай сочный болып, жұмсақ болып пісті. Балаларға ұнайды деп ойлаймын. Сіздер де балаларға жасап беріңіз.